Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы жасырынған сандар мен сөздер. Бұл ойын баланы жылдам оқуға және тез ойлануға үйретеді. Алғашқыда балаға бұл ойынды ойнатқанда уақытты қолданбауға болады. Бұл ойынды бірнеше рет ойнағаннан кейін уақытты қолдансақ, баланы тез ойлануға, жылдам шешім қабылдауға, жылдам оқуға үйретуге болады. Ал енді мына кестеге қарайық. Бірінші кестені сызып аламыз. Кестеге 1673 санын торкөзге жазамыз. Баланың жас ерекшелігіне сай торкөздердің санын көбейтуге және сандардың құрамын көбейтуге болады. Бос торкөздерге басқа сандарды жазамыз. Яғни 1-ден 9-ға дейінгі сандарды жазып шығамыз. Мысалы, мына кесте бойынша жазып шығуға болады. Кестеге сандарды жазып шыққаннан кейін бала 1673 санын іздеп табуы керек. Осы санды тапқаннан кейін оны жай қарындашпен сызуға болады. Немесе түрлі түсті қарындаштың бір түсімен бояуға болады. Мысалы, көк түс. Егер бала бұл ойынды уақытпен ойнайтын болса, тапқан сандарды жай қарындашпен сызып отырады. Бұл ойынды математика сабағында қолдануға болады. Жасырынған сөздер ойынын қарайық. Мұнда кесте сызып, сөздерді кестеге жазып шығамыз. Бос торкөздерге кез келген әріптерді жазып толтырамыз. Мысалы, мына кесте бойынша жазып шығуға болады. Кестені толтырғаннан кейін бала сөз, есік, көз, төрт деген сөздерді іздеп табуы керек. Тапқан сөздерді бала жай қарындашпен сызуға немесе түрлі түсті қарындашпен бояуға болады. Бұл ойын баланың оқу жылдамдығын арттырады. Бұл ойынды бала бірнеше рет уақытпен ойнап дағдыланса, кейін бұл ойынды бала бір қарағаннан аздаған секунд ішінде сөздерді тауып алады. Жасырынған сөздер ойынын қазақ тілі сабағында қолдануға болады. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы. Келесі сабағымда кездескенше сау болыңыздар.